Сәлем достар, дәл осындай керемет сметаник дайындау үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ұнға разрыхитель қосып, араластырып аламыз. Сосын сары майды үкіштен өткізіп, крошка жасаймыз. Достар, мен жазға дейін 1000 оқырман жинаймын деп алдыма мақсат қойғам. Сол мақсатыма жетуге көмектесіп, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен мотивация береді. Алдын ала рахмет. Міне крошкамыз дайын. Енді бір ыдысқа қант пен жұмыртқаны араластырып, оны ұнға қосамыз. Сосын жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң 1 сағат тындырып қоямыз. Қамырды негізі формаға өздеріңізге ыңғайлы етіп орналастырсаңыздар болады. Маған оқтаумен жайып орналастырған ыңғайлы. Сол үшін жұп-жұқа етіп жайып, формамен бастырып, артылғанын шет-шетіне жабыстырып шықтым. Достар, қамырды өте жұп-жұқа қылыңыздар, өйткені қатты ісіп кетеді. Форма 24 диаметр, қамырдың биіктігі 5-6 сантиметр. Міне қамырымыз дайын, енді начинкамызды дайындаймыз. Жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз, сосын сметанаға қосып, тағы да араластырамыз. Көп араластырып тұруға болмайды, өйткені іріп кетуі мүмкін. Сметананың 25-20%-тігін алған дұрыс. Одан төмен алсаңыздар, дұрыс шықпайды. Достар, менің рецептім ұнаса, тағы да менің каналымнан рецепттер шыққанын қаласаңыздар, менің каналыма жазылып, қоңырау шаны басып қойыңыздар. Менің әр салған рецептім сіздерге алғашқы болып шығып тұрады. Сметаникті 180 градуста 35-40 минут қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Міне сметанигіміз дайын. Осылай ісіп кетсе уайымдамаңыздар, суығанша өз қалпына келеді. Достар, сіздерге кеңесім, дәл осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер, өте күшті шығады. Ас болсын.